Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Жақсы балалар, біз өткен сәлемімізде құрбан түрлерімен танысқан болатынбыз. Білесіңдер ғой, иә? Иә. Бұл жерде біз қандай түрлермен таныстық? Теңіз түзімен таныстық, тау түзімен таныстық, иә? Ұсақ тұздармен таныстық, иә? Мына жерде қазір бізде біз бүгін осы тұздың кристалл болуын бақылауға тәжірибе жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осы шыны ыдыстағы қайнаған жылы суымыз керек болады. Одан кейін бізге осы тасқа байланған жіпіміз керек болады осылай. Одан кейін таяқша керек. Сосын біз күнделікті осы ас тұзымызды қолданатын боламыз. Қазір біз осы шыны ыдысымызға қасықпен тұз салайық суымызға. Бәрі қызық, бәрі кереует, секір айналғауды сермеп, қалың бола күн келеді ертең. Болдық, енді біз мына тақтайшаға таспен жібімізді байлаймыз. Тұз ері, бәрі қызық, бәрі кереует, секір айналғауды сермеп, қалың бола күн келеді ертең. Балалар, біз жібімізді таяқшаға байлап болдық, иә? Қолымызға алайық. Қолымызға аламыз, барымыз бұны жаңағы тұзды суымызға саламыз. Салып осылай қоямыз. Тұрма? Енді бұл бізде кезінде суда тұрған тасымыз, тұзды кристаллы қатады. Яғни содан тұз кристаллы пайда болады екен. Оны біз 10-15 күн бақылап тұрамыз. Содан соң нәтижесін көрсететін боламыз. Ұнады ма сендерге балалар? Иә. Сау болыңыздар, жарайсыңдар балалар. Қолды жайлап айналдыр, судағы тұздай жарқылдыр. Қар сияқты ма балалар, қарай? Кристалл қатқан бекен? Неге ұқсайды мынау? Мұзға. Апайны қалай қатты? Ол деген балалар, біз алдында жасадық қой. Есте ма, тұздан кристалл жасадық. Яғни ол күн өткен сайын осылай тасқа кристалл болып жабысып қатады тұз. Апай, қарын да әдемі. Ұнады ма сендерге балалар? Иә. Айналғауды сермеп, қалың бола күн келеді ертең. Асылдас, сен қатты қатқан бұл? Қандай күшті? Су мен тұзды араластыр, қолыңмен аралас, шаттандырды. Көпіршіп тұр тамаша-ай, бейбілік балақай. Тұз ері, бәрі қызық, бәрі кереует, секір айналғауды сермеп, қалың бола күн келеді